Сәлем YouTube көрермендер. Сіздерге ECP ключтан паролін қалай ауыстыру керек, соны көрсететін боламын. Бірінші өзіміздің жеке кабинетімізге кіріп аламыз. Egov.kz сайтына кіріп, жеке кабинетімізге кіргеннен кейін төменгі жағында получение ECP удалено деген бар. Соны басамыз. Төменгі жағында получение ECP удалено басқаннан кейін тағы да шығады солай. Тағы да төменге қарай түсеміз да. Бұл жерде екінші қатарды оқимыз. Если вы ранее получали ECP Центра Республика Казахстан по ссылке деген бар. Осы ссылка дегенді бассақ, біз паролімізді өзгертетін боламыз. Подтверждаю деген галочка ұрамыз. Выбрать ключ ECP дегенді басамыз. Бұл жерде место хранения дегенге ECP ключіміз қай жерде тұр, соны таңдаймыз. Бұл жерде бірінші тұрған ECP ключімізбен кіреміз. Паролін жазамыз. Төменгі жағына түссек, смена пароля на ключ ECP деген бар, соны басамыз. Персональный компьютер. Және мына жерде өзіміздің папкамызден бірінші тұрған авторизация ауыз деген бар, соның паролін ауыстырып аламыз. Ескі пароль жазамыз. Новый пароль дегенге повторите новый пароль дегенге екеуін қайталап жазатын боламыз. Парольдарыңыз қателеспей, ұмытып қалмай жазыңыздар. Үшеуі де бірдей болса, новый пароль, екі новый пароль бірдей болса, осылай галочка шығады и изменить деп басамыз. Пароль успешно обновлен. Ендігі кезекте біз ECP ключіміздің екіншісін RSA деген паролін ауыстырамыз. Ескі пароль жазамыз. Астына новый пароль дегенде новый парольді қайталап жазамыз. Тағы да новый пароль жазамыз. Изменить басамыз. Міне достар, пароліміз жақсы сәтті ауысты. Оны тексеру үшін бірінші wait дейміз мынадан. Қайтадан кіріп көреміз. ECP выбрать сертификат. Авторизация дегенмен кіреміз біз. Бағанағы ауыстырған паролімізді жазып көріп жатырмын. Пароліміз ауысқан екен. Бар жоғы осылай. Достар, видео ұнаған болса, пайдаларыңызға жараған болса, лайк басып, каналға жазыла отырыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар.